Наурыз Фест 2021 жастар фестивалі өз жалғасын тапты. Фестивальдің екінші күні, яғни 15 наурызда еріктілер, студенттер және қала тұрғындары Ақбота саябағында 150-ден астам, ал Маңғыстау облысы бойынша 500-ге жуық ағаш отырғызды. Тал егу акциясының атауы жайлау күні деп аталады. Және мақсаты қала мен аудандарды абаттандырып, жастарды табиғатта аялап қастерлеуге үйрету. Толығырақ тілшіміз Аңсаған Ғалаладинқызы баяндап берсін. Ауа райы қолайсыз, ызғарлы жел соғып тұр десекте, еріктілер бұл кедергілерге қарамастан таңмен ерте келіп, тал егу жұмыстарын бастап кетті. Волонтерлардың арасында жасы үлкені де кішісі де бар. Барлығы бірлесіп, үйеңкі, шаған секілді ағаш көшеттерін отырғызды. Аталмыш шараны Маңғыстау облыстық жастар ресурстық орталығының мүшелері ұйымдастырды. 15 наурыз жайлау күні қарсаңында облыстың барша жастары, соның ішінде жастар ресурстық орталықтары, жастар ұйымдары және де волонтерлық топтар бірлесіп тал егу акциясын жүргізіп жатыр. Басты мақсатымыз осы қаламыздың гүлденуіне, абаттандыруына жастардың үлесін қосу. Бұл тал егу акциясы 15 наурыз күні өтеді. Одан бөлек Маңғыстау Наурыз Фест жастар фестивалі 23 наурызға дейін әртүрлі шаралармен жалғасатын болады. Абаттандыру жұмыстарына атсалысып жүрген азаматтардың бірі Өнер Күлчегаев. Ол колледждің бірінші курс студенті. Волонтерлік ұйымға 2018 жылы қосылған. Қазіргі таңда еріктілер тобының үйлестірушісі. Оның айтуынша, ағаш отырғызу барлық жастардың қолынан келеді, және мұндай шараның өтуі бірінші рет емес. Жастар әр жыл сайын Ақтау қаласында осындай акцияларды өткізіп тұрады. Бұл күнделікті айналып жүрген нәрсе. Жыл сайын бүкіл осы жастар болып, көктем мезгілінде осы Ақтау қаласының үлкен саябақтарында талдарды егеміз, бүкіл жастар болып. Осы тал егу негізі бүкіл жастардың қолынан келетін нәрсе. Бүкіл осы қолданып жүрген үйімізге де, ауылға да егіліп жүр талды. Осы барша студенттер бәрін бірлесіп, бір топ болып, бір қолымызбен бәрін жұмылып, осы талдарды егіліп жатырмыз. Алдағы уақытта көшеттерді суару мәселесін қалалық әкімдік жүзеге асырмақ. Фестиваль 23 наурыз күні аяқталады, және оған дейін тағы да бірнеше арнайы шаралар өткізілетін болады. Тал егу акциясын сәуір айында да жалғастыру жоспарда бар. Аңсаған Ғалаладинқызы, Абай Жаныспаев, Ақтау Ньюс.